Акшамлар студияда мен София Шукурова чалышам күнін әсас вақаларақта тариф етмеге hazırмыз. Белоруссияда Русия, Украина арасында музакерелерінің 3-ші раунды башланды. Екі тарап да ички саясет арби тәртіп ве гуманитар кетчітлер лаф етежек. Бұл ақта президентінің ярдымчысы Владимир Мединский хабер етті. Во всех городах, которые мы обещали. Біз бүтін сөз берген шәрлерімізде бұл коридорларны ачтық. Әм бізім ордумыз, әм Донбассның арби күшілері атеш ачмаймыз. Адамлар сербез чыға білелер, ама не язық чықмайлар. Чүнки шәрлеріні тұтып алған миллетчілер адамларды тұтып отыралар. Оларны жанлы зырх кібі қолланалар. Бұл әлбет арби жинайет ве оны кереклі шекілде тетқық етежеклер. Ондан да башқа Русия ве Украина тышқы ишлер везірлікнің көрішуі азырланғаны белі олды. О 10 март күні Түркияде кечіріле біле. Әсірлікке алынған Украина арбижилері Қырымда тедевиленелер. Олар Херсон велетінде мақсус операцияның бірінші сәтлерінде теслим олған еделер. Араларында Украин сыныржылары да бар. Қырым тебейжилер оларға аш су беріп, яқынларына телефон açmaға имкан яраттылар. Эркес сақ селемет, бұзны кемсе душман саймай, аға қардышларға кеби давраналар. Тебей хадимлері ве арбиджелер тарафындан әрші яқшы. Кемсе жанымызны ағыртмады. Ярамай сөз біле айтмадылар. Силаларымызның беріп, евлеріңізге қайтыңыз деділер. Русия арбиджелері Украинаның Херсон велетінде яшаған сәкенлерге 140 тонна гуманитар ярдым алып кетті. Оның тәркебінде эт, балық мақсуатлары, көрпе, яқ, суф ве отмек мақсуатлары бар. Супермаркет рядом. Янымызда супермаркет бар, амма о бош. Анда конфеттен ғайры башқа бір шей жоқ. Сізге сағыл демеке істейм, сағылық дейлейм, біз пек қуанамыз. Ақерда Қырымдаки ФСБ даренің хадимлері 590 грамм тротил патлайыжысыны олған Украин меслетчісі яқынладылар. Шымдыки вақытта оны апсеттілер, жинайы іш açılды. Жинайычыге қанунсыз шекілде патлайыжы тәртибатны сақлағаны үшін 6 елдан 8 елғажы хабар апс жазасы бекленілі. Қырымда жимат топланған ерлерде QR-кодларының қоланылуы лағу етілді. Әнді кодларсыз кинотеатрларының кафе ве дүлберлік салонларыны зиярет етмеге мүмкін. Ондан да башқа тойға келген мұсафірлерінің сайысы да сынырсылы дегіл. Қарарға денішмелерінің Қырымның елбашчысы Сергей Аксенов көрсетті. Тәфсилатларыны Сабина Денеевна левхасында. Енді ресторан яда кафелерні QR-кодсыз зиярет етмеге мүмкін. Маргарита Крылова ратлық күні Севген кафесіне келді. О мұнда біріншіден татлылықның лезетіне бақып, қадынлар байрамы арфесінде өзіні қывандыра жақылды. Менде де код бар еді. Шымды есе оны көстермейіп де проблемасыз кечмеге мүмкін олacak. Яны оның тешкерілігені беклемеге керекмей. Ама умумен алғанда әрше олғаны кеби. Менің аятымден үштімеді. Хадымлердің айтқанларына көре евелсі ішлерінде қиынлықлар бар еді. Муштерлер чоқты келеді. Біз әлбетте бұл хаберге қуванамыз. Муэсислеріміздің мудери адындан Қырым Жұмхуриетінің елбашычысы Сергей Аксеновға өз тешекерімізні білдерейміз. Әнді мұсафирлеміздің сайысы 20%-ға артқаныны беклейміз. Беклентелеріміз балабан. Әрше яқшы олacak-ден үміт етейміз. Ондан да башқа Қырымда жемат ашыған ерлерді вақыт ве ерлер сыныры да лағу етілді. QR-кодлар кинотеатрлерді де керек олмайжақ. Амазалны кенеде 100%-ға тұлдырмаға ясақ. Маска режимі ве ичтемі месафе сақланып қала. Артем Рогозян март авасы себебінден вақытны кинотеатрлерді кечірмек пек яқшы фырсат деп сая. Ләкин о бүгін насыл фильм бақчағыны да қарар бермеді. Көті күзінде фильмлерінің жеведли істегеймізінің сайлап алмазының мүмкін. Қырмылы афишаларны әр вақыт өгірене ве бір шайны беклемейіп, бегінген фильміні бара біле. Оның үшін, НСА-сы, сияс ве мақсус эффектлерні олмасыдыр. Оғланын көркады чоқтан бар, ама бұна бақмадан олардың ләғу етме хаберне қуванды. Чоқысы адамлар базы себеплерден ашылыма япып оламайлар. Олар да мен кеби бұл фысықта пек қуваналар. Минедарлықларыны бірделелер. Мен есе айда бір кере олса біле иле де киноға барам. Кинотеатрлар үшін QR-кодларының ләғу етілмесі пандемияда олған зарарлардан қачмақтыр. Бұл әрекет ережелеріміздің чоқлашымызса yol açar ден үміт етейміз. Бізде енді QR-кодлар çalışмаған вақыт олған еді. Яны ел байрамларында. О вақыт адамлар пек чоқлашты. Шымды де ойле олур деп пек үміт етейміз.
Сынырлануулардын чыгарылуы эпидемиологик вазиеттин иелешмесинен баглы. Унун үчүн көркодларны шифахане, отель, дүлберлик салонлары, экскурсия ве спортив тедбирлерине лягу еттилер. Сабина Динеева, Арсен Фукала, Милет үчүн. Ярамаданын әрбір тарафындан топланған Бендензияйды спортчы Крымский Грифон 2022 адлы көреш санатларының 6-й спартакиадасында иштирак етті. Турнир Ахмеджитте кечті. Анда Айдеп Керимова болынды. Уруф артындан уруф. Спортчыларының эм аяклары, эм эллері актив чалыша. Бу шекелде киокушин, карате, көреш санатында чалышалар. Основная цель киокушин карате. Киокушин каратенын эсас максады инсанын шекленмесіне тәсир этмектір. Бу ярышлар Крым Джумхуриетінде спорт севиесінің инкишафыны көстере. Ахмеджитте Крымский Грифон 2022 көреш сатларының 6 спартакиадасы кечті. Татамиге 6 yaşından 17 yaşına kadar спортчылар чыка. Яш олганларына бакмадан. Олар пек десюр. Это мероприятие как всероссийское, но, к сожалению... Будут бир бутын Русия севиесінде кечіріле, амане язық. Бізім қытадан достарымыз учақлар олмағаны үшін келіп оламадылар. Ләкин бұл ярышымызын шеклені дәнештірмей. Крымский Грифон енді 6 yıldan берлі чалыша, бұл вақыт içінде иштиракчы ве акимлерінің усталығы баяғы остю. Любые соревнования являются... Бір ярыш экстремаль шаритлерді кечірілген идманларға ошай. Анда спортчылар идманларда алған бүлгілерінің пикетелер. Бөлі ярышлар баларға тезлік, кескенлік ве топланув кебі хусусиетлерінің кешаф етіре. Спартакиаданын тешкелячылары Кырымдын спорт везелереге ве Русия көреш санатының Кырымдаки шебесідір. 11 видов спорта. Он бір спорт чешіті бұпек яқшыве. Мен белесем мектеп енді ос еріні алды. Викеледжекті тек инкишаф етежек. Бізлерісе бұ юнелішті ляйық спортчыларны елді етежеміз. Галип казганлар Анапада кечирилежек. Бүтүн Русия фестивалінде иштирак ете билежеклер. К сожалению, в этом году не принимают участие. Язық, бұ елы әркез білген себелер үшін Русия Федерациясының башқа субъектлері иштирак етмей. Амамына бұ спорт ве яқшылық байрамы кечирилежек. Біз эпосы спортчыларға ғалибе қазанмаға тілейміз. Ярышлар 2 күн дивамында кече еділер. Айдеп Керимова, Алиса Мединов, Милет үчүн. Бүгінге бұл эпосы хаберлер Милет телеканалынан айырылмаңыз. Хайырлы ақшамлар.